Сүйел адамға жайсыздық тудырады. Ол ауырып мазаламаса да, тамақ жеп, тірлік істеуіңе кедергі келтірмесе де ыңғайсыз. Оған елеусіз қарауға болмайды. Сүйелді шыққан кезде көзін құрту керек. Әйтпесе саны көбейіп, соңы жараға ұласуы ықтимал. Бәріне сәлем, сіздермен бірге Жаңға Дауа каналы. Сіз үшін пайдалы болатын біздің каналға жазылып, лайк басып, қолдау білдіруіңізді сұраймыз. Алдын ала рахмет. Сүйел не үшін шығады? Терде шығатын бұлдақ вирустың әсерінен пайда болады. Оны бассейннен, қоғамдық тамақтанатын орыннан, косметикалық салоннан және басқа кез келген қоғамдық орындардан жұқтыруға болады. Одан бөлек иммунитеттің төмендеуінен, жеңіл жарақат алғаннан, терідегі жарадан, көп терлеуден және синтетикалық немесе денеге қонымсыз тар киім кигеннен сүйел пайда болады. Сүйелді күйдіріп, қырқып түсіретін неше түрлі жақпалар бар. Олардың кез келгенін дәріханадан таба аласыз. Бағасы да аса қымбат емес. Десе де артық шығын шығармай-ақ үй жағдайында сүйелді кетіруге болады. Ол үшін мына әдістерді қолданып көріңіз. Пияз бен сарымсақ. Құрамы пайдалы заттарға бай, бұл екі көкөніс сүйелдің де көзін құртуға қабілетті. Төмендегі 3 әдіспен сүйелден құтқара алады. Сарымсақтың бір тілігін пияздың жұқа қабығымен сүйелге таңып қойыңыз. Әр 2-3 сағат сайын қайталап отырсаңыз, бір күнде оң нәтижесін көресіз. Пияз бен сарымсақты жақсылап езесіз. Оған 0,5 шай қасықтан ерітілген құйрық пен сірке суды қосып, мұқият араластырыңыз. Дайын болған қоспаны түнде ұйқыға жатар алдында сүйелге жағыңыз. Қалған қоспаны керамикалық ыдыста сақтаған жөн, ал таңертең мазды жылы сумен жуып тастаңыз. Бір тіс сарымсақты шағын ыдысқа салыңыз. Үстіне сірке су құйып, бетін жауып қоясыз. 3 күннен соң дайын болған емдік сарымсақты қақ ортасынан тіліп, сүйелдің бетіне қойыңыз. Емді түнде жасау керек. Сірке суы иісі өткір бұл сұйықтықтың да сүйелді кетіретін қасиеті бар. Ол үшін сірке суы мен ұнды бірдей көлемде алып, ыдысқа салыңыз. Жақсылап араластырып алып, сүйелге сіңдіріп жағыңыз. Қалған қоймалшыңды беті жабық ыдыста 2 тәуліктен артық сақтауға болмайтынын ескеріңіз. Бір дана лимонды ыдысқа салыңыз. Үстіне сірке суын құйып, бетін жауып қойыңыз. 2 аптадай жүйдетілген лимонды орташа етіп, тіліктеп сүйелдің бетіне жағыңыз. Йод. Бұл сұйықтық сүйелді кетіріп қана қоймайды, вирусты да өлтіреді. Қолдану әдісі тым қарапайым. Йодты мақтаға малып, сүйелдің үстіне жақсаңыз болғаны. Емі де, күші де өткір йодты тәулігіне 2 рет қолданыңыз. Ескерту. Бұл емді 5 жасқа дейінгі балаларға, жүкті және емізулі аналарға, аллергиясы барларға, гормоналды аурумен ауыратындарға қолдануға болмайды. Картоп. Картоп жырыны көптеген тері ауруларына ем екені ежелден белгілі. Ол үшін бір дана көкөністі қақ ортасынан 2-ге бөліңіз, сыртымен сүйелді ысқылап сүртіп, жерге көміп тастайсыз. Картоп шіріген кезде сүйел де өз-өзінен түсіп қалады. Мұз. Бірнеше текше мұзды алып, сүйелді жақсылап сүртіңіз. Соңынан сүйелге байлап қоясыз. Ауырып бастаған кезде мұзды алып, қайтадан мұздатқышқа саласыз. Емді әр 2-3 сағат сайын қайталап, тәулігіне 5-6 рет жүргізіңіз. 5-7 күннен соң керемет нәтижеге көз жеткізесіз. Сүйелді кетірудің жолы оңай болса да, сақтану керектігін ескертеміз. Сүйел жаныңызға батып ауырмайды. Десе де, емдік шараларын жүргізбей, тазалық сақтамасаңыз, соңы айықпас жараға айналуы ықтимал. Сондықтан да мейлінше сақ болғаныңыз жөн. Бүгінгі шығарылым пайдалы болды деп ойлаймыз. Лайк басып, біздің каналға жазылып алыңыз. Келесі шығарылымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.